Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге тефтелидің жасалу және қатыру жолын көрсетемін. Полуфабрикат ретінде қатырып жасаңыздар болады. Алдын ала керек кезінде дайын полуфабрикат. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Осы рецептпен дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге 400 грамм фарш, жақсылап майдалап туралған 200 грамм пияз, алдын ала газда, ыстық суда қайнатылған. Кішкене ғана бұрқ еткізіп қайнатып алған ыстық суда. Күріш 100 грамм алдын ала дайындап алдым. 2-3 түйір сарымсақ, 15 грамм бұрыш, 15 грамм тұз қажет болады. Фаршты, туралған пиязды, сарымсақты, бұрыш пен тұзды салып, ыдысымызға үстіне жұмыртқаны, 1 түйір жұмыртқаны жарамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Күрішті ең соңында саламыз. Себебі жаңа алдын ала айтып өткендей, ол отта аз ғана уақыт болса да ыстық суда бұқтырылды. Көп ұстамайсыздар, сәл ғана бір бұрқ еткізіп аласыздар ыстық суда. Ең соңында күрішті салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Дайын болған фаршты ыдысымызға сұйық майды құйып, алақанымызға жағып, 30 грамм көлемінде домалақтап алақанымызбен. Жинақтап аламыз. Мен тақтайшаны пищевой пленкамен орап, осылай тефтелиді жинақтадым. Қатыру үшін осылай жинақтап, морозильникте қатырып аламын. Кез келген уақытта дайын полуфабрикат. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен үнемі осылай дайындап қоямын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.